Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін кекс дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бізге керекті 2 жұмыртқа, оны жақсылап миксерлеп аламыз. Үстіне 1 стакан қант қосамыз. Онда миксерлейміз. 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Үстіне ұнымызды електен өткізіп аламыз. 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Оны да електен өткізіп аламыз. Әрі қарай ұнтақталған жаңғақ саламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді осындай формамызға құямыз. градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне кекстеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Толық рецепті төменде қалдырып кетемін. Баршаңызға көп рахмет.